Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге ресейлік 2013 жылы түсірілген боевик жанрындағы Сталинград фильмінің қысқаша сюжетін түсіндіріп беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Фильмнің басы 2011 жылы Жапония мемлекетінде басталады. Жапонияның басына келген қайғыдан кейін әлем қауымдастықтары онда өз көмектерін жібереді. Орыс дәрігері құрылыс заттарының арасында тірі қалған әйелмен қашықтықтағы камера арқылы сөйлесіп жатыр. Тірі қалғандардың бірі Нина болған оқиғаны баяндап беріп жатыр. Әлгі дәрігер оларды құтқарып алатынына сенімді екенін айтады. Жалғыздықта қалғысы келмеген Нина оған менімен сөйлесе тұрасыз ба деген өтініш жасайды. Нина отбасы жағдайын біліп алған дәрігер онымен өзінің анасы және 5 әкесінің тарихымен бөліседі. Өзінің әңгімесін 1942 жылы күз айынан бастайды. Орыс әскерлерінің капитаны Громов сымтемірді үзіп жіберейін деп жатқанда капитан Кан келіп қалады. Осылай екі капитан бір-бірімен арпалыса кетеді. Неміс капитаны Громовты жеңіп бомбаны жарып жібереді. Жарылған бомба өзен жанындағы кеңес әскерлерін өртей бастайды. Канды тоқтату мақсатында бір әскер артынан шабуылдайды, бірақ неміс капитаны оңай шағылатын жаңғақ емес. Ал сыртта бұл сәттен нағыз соғыс болуда. Өртеніп жатқан кеңес әскерлері немістерге қарай тікелей шабады. Сонымен қатар немістердің жағында ұшақтар да бар. Ал капитан Громов бұл сәтте ілініп тұрған орыс әскерін босатып алады. Одан немістер туралы мәліметтер сұрайды. Неміс әскері қолына тұтқын алып шығады. Никифоров артынан білдіртпей барып неміс әскерін өлтіріп тастайды. Тұтқын болған адамның әйел екенін көреміз. Осыдан кейін тағы бір орыс солдаты пайда болып, өзін Поляков деп таныстырады. Осылай 5 әскер қыздың жанында отыр. Дәрігер осы әйелдің анасы екенін, ал 5 әскердің әкелері екенін айтады. Таң атып, Громов рация арқылы кеңес әскерлерімен сөйлесіп жатыр. Сосын әлгі қызға тірі қалғысы келсе, бұл жерден кету керек екендігін айтады. Алайда қыз кетуден бас тартады. Громовта қызы қасында 5 еркек тұрғанда ол қайда барады? Қыз оның су ішетін құтысын сұрап кетіп қалады. Сосын қалған жігіттерден де сұрайды. Өз сәттерін құр жібергісі келмеген әскерлер оның есімін сұрайды. Ол Катя деп жауап береді. Ал немістер лагерінде полковник неге оларға ғимаратты беріп қойдың деп Канға сөгіс айтып жатыр. Келесі күні оны қайтарып алуды бұйырады. Орыстар лагерінде қолында баласы бар әйелдің ішке кіріп жатқанын көреміз. Қолында қорабы бар, алайда онда құм мен кірден басқа ештеңе жоқ. Әлгі әйел орыс әскерлеріне бұны каша дайындау үшін пайдаланатынын айтып жіберіңдерші деп өтінеді. Ал Кан бейбіт адамдар тұратын орынға қарай бара жатыр. Сөйтсе ол өзіне бір орыс қыз тауып алыпты. Өзінің қаза тапқан әйеліне ұқсағандықтан осы қызды ұнатып қалған. Алайда бұл екеуі бір-бірінің тілдерін түсінбейді. Орыс лагерінде Громов неміс әскерлерінің ары қарай кіруіне жол бермеу қажеттілігін айтады. Ал неміс әскерлері де құр отырмай қарапайым тұрғындарды бір сапқа тізіп жатыр. Араларынан полковник Хенс шығып, ғимаратқа кірген әлгі әйелді еврейсің бе деп сұрайды. Алайда оны еврей емеспін дегеніне қарамастан алып кетеді, тірідей өртеп тастау үшін. Кан болса бұны тоқтатуға тырысады, алайда Хенс айтқанынан қайтқысы келмейді. Ал орыс әскерлері болса Катямен бірге әйелді тірідей қалай жағып жібергенін бақылап тұр. Шыдай алмаған Катя оларға бірдеңе істесеңдерші деп өтіне бастайды. Ашуланған Громов снайперді алып от шашып тұрған неміс әскеріне қарай оқ атады. Оның берген белгісімен орыс әскерлері соғысқа шығады. Өмір үшін емес, өлім үшін соғыс басталады. Орыс әскерлеріне қарсы жарылғыш құралдарды пайдалана отырып кері шегінуіне мәжбүр етеді. Соғыстан кейін Кан Машаға қарай барады. Сөйтсе ол пышақты ұстап алып бұрышта отыр екен. Кан оның қолындағы пышақты алып, оны өзіне тартып Машаның киімін жырта бастайды. Ал Катя болса Никифоровтың жарасын емдеуде. Катя соғысқа дейін анасы екеуі оның концерттеріне барғанын айтады. Осы кезде Шванов келіп қалып екеуін үзіп жібереді. Ол кетпей тұрып Катя оған бір күні ән айтып бересің бе деген өтініш жасайды. Түк түсінбеген Шванов Катядан не болып жатыр деп сұрай бастайды. Катя жауаптың орнына оған Никифоровтың әнші ретінде бейнеленген плакатын көрсетеді. Осыдан кейін Громов Никифоровқа ұшақты тіміскілеп жүрген неміс әскерлерінің көзін жой деген бұйрық береді. Сөйтсе Никифоров соғыс басталғанға дейін жергілікті жұлдыз болыпты. Соғыс басталған кезде өз еркімен соғысқа аттанған. Осыдан кейін Никифоровтың қалай неміс әскерлерін оңай жайратып салғанын көреміз. Шванов болса Катядан оқ атуды үйренгің келмей ме дейді. Содан кейін оны мазақ қыла бастайды. Сен немістердің арасында жүріп қалай тірі қалдың деп.
Бұл сұрағынан намыстанған Катя жылап кетіп қалады. Краснов Поляковқа оны жұбат деген бұйрық береді. Осыдан кейін біз Поляковтың қалай Катямен сөйлесіп отырғанын көреміз. Сөйтсе, Поляковтың отбасы немістерден қаланы бомбалаған кезде қайтыс болыпты. Ұйқылы Катя одан аяғыңа жата тұрайыншы дейді. Бұл Поляковқа дәл осылай істейтін әйелін есіне түсіреді. Катя Швановқа барып, одан оқ атуды үйретші деп өтініш жасайды. Оптикалық көздеуге қарап, суға кетіп бара жатқан неміс әскерін көреді. Шванов оған ат деп бұйырады. Громов оларды тоқтатуға тырысқанмен, Катя оқты атып қойды. Громов оларды ұрса бастайды. Шванов болса, бұның неміс әскері екенін ескертеді. Швановтың отбасы да неміс әскерлерінің қолынан өлген. Әсіресе кіші інісі, оның есімі Ленин болғандықтан немістер оны аса рахатпен қинап өлтіріпті. Жауапсыз қалмайық деп, немістер де оларға қарай оқ ата бастайды. Шванов қарсы тұруға тырысып көреді, алайда қолынан жарақат алады. Ал немістер жағында капитан Кан мен Машаның бірге отырғанын көрген полковник Хенс Канды мазақ қыла бастайды. Орыс қызына ғашық болып, оларға қарсы тұра алмай қалдың деп. Ал Громов болса, Катяға келіп, тағы да кетуі керек жайында айтады. Жігіттердің оларға ғашық бола бастағанын, егер ол қайтыс болса, барлығының салы суға кететінін ескертеді. Катя болса, бірге соғысқысы келетінін жеткізеді. Громов, сен әлі баласың деп одан бас тартқысы келеді, алайда Катя дәлел ретінде өзінің төлқұжатын көрсетеді. Онда Катя 19 жаста екені және оның бүгін туылған күні екені жазылған. Громов бұны көріп, қалған орыс жігіттеріне оның туылған күні екенін айтамын деп кетіп қалады. Сөйтсе, оны сыртта Серж күтіп тұр екен. Оған Катяны жайына қалдыр дейді. Бұған ашуланған Громов, Катя сенің әйелің емес деп оны ұрады. Ал немістер бейбіт тұрғындарды вокзалға жинай бастайды. Кан болса, көлігіне отырып өзінің ғашығын іздеп жүр, ал орыстар оқ арқылы немістердің ғимаратын жарып жібереді. Олардың бұл сәтті тойлауларынан кейін дәрігер Серждің соғысқа дейінгі тарихын айтып береді. Сөйтсе, ол қаланы қорғауға тиісті топтың арасында тірі қалған жалғыз адам екен. Канның Машаны лагерге алып бара жатқанын көрген полковник оны боқтай бастайды. Кан болса, ертең ғимаратты өздеріне қайтарып алатынына уәде етеді. Егер Машаға осында тұруға рұқсат ететін болса, полковник оның ойымен келіседі, алайда егер орындамайтын болса, оны өлтіретінін айтады. Сена молаға бара жатқан Катяға ауысады. Дәрігер Катяның тек өз отбасынан ғана емес, сонымен қатар достары мен көршілерінен тірі қалған жалғыз адам екенін айтады. Және солардың барлығын жерлегенде Катя, ал Серж болса, оны туылған күніне арнап сыйлық іздеп жүр. Олар туылған күнмен әуре болып жүргенде Кан айырылып қалған жерін қайтарып алуға дайындалып жүр. Немістерді көрген Громов өз әскерлеріне дайындалыңдар деген бұйрық береді. Серж бен Поляков Катяны алып жоғарға шығып кетеді, ал Шванов пен Никифоров өлі әскер кейпінде жатыр. Ғимаратқа кіріп, ешкім жоғын көрген немістер босаңси бастайды. Орыс әскері ұтымды сәтті пайдаланып оларға шабуылдайды. Шванов сыртта тұрған пулеметті пайдаланып немістерді қыра бастайды. Осылай бесеуі немістерді ығыстырады. Тағы да сәтсіздікке ұшыраған Кан өзінің полковнигінен сөз естиді. Полковник кеткеннен кейін Канға әскерлері пушканың дайын болғанын айтады. Ал Громов болса, тағы да Катяға бара жатыр, оны кетіру үшін. Дәл осы кезде немістер пушкаларынан оқ атады. Дәрігердің осы кезде капитан Громовтың тарихын айтып жатқанын естиміз, ол басқаларына ұқсамайды. Громовтың не отбасы, не достары, не қызы болмаған. Катя бірінші әйел, Громов қатты уайымдайтын. Громов Катяға жорғалап барып, кетші айналайын дейді, алайда Катя әдеттегіндей тағы да бас тартады. Осы кезде екеуі сүйісе бастайды. Ал Маша да Катядан қалыспайын деп капитанға жақсы қарай бастайды. Осыдан кейін орыс әскері Катяның туылған күнінің құрметіне кішкене отырыс ұйымдастырады. Никифоров фортепианода ойнап, ол үшін ән айтады. Катяның туылған күніне ыстық ваннаны сыйлайды. Орыстардан мен де қалам ба деп Кан романтикалық түрмен мен сені қауіпсіз жерге апарамын дейді Машаға. Серж Машаға мен саған көрсететін бір жер бар деп оны алып кетеді. Сол жерде оған өз сезімін білдіреді, ал Маша болса оған күлкімен жауап береді. Кан Машаны қауіпсіз жерге апара жатыр, ал Громов болса Никифоровқа Катя мен Сержді тап деген бұйрық береді. Кан ғимараттан шығып бара жатқан кезде Машаның артынан келе жатқанын көреміз. Өзінің снайперінен бақылап тұрған Шванов неміс капитан немес Машаның басынан атады. Кан болса көзіне сенбей отыра қалады, ал Никифоров өзіне келе жатқан неміс әскерлерімен айқасып жатыр. Алайда артынан Кан пайда болып, оған оқ атып тұтқынға алады. Полковник орыс әскерін тұтқынға алған үшін Канды мақтайды. Алайда полковник Никифоровқа жақындай бергенде ол оған пышақ тығып алады.
Кан дереу оны атып тастайды. Немістердің жағына жаңа күш келіп, олар жаңа шабуылға дайындала бастайды. Бұны көрген Серж өз орнына бармақшы, Катя да онымен бірге барғысы келеді. Осында қал деп бұйырып, оны жақсы көретінін тағы да айтады. Катя болса, бәрімізді шатастырып, мен де сені жақсы көремін деп айтады. Осылай немістер оқ ата бастайды. Алғаш болып Шванов қайтыс болады. Қауқарлы күш бере алған Поляков соңында Канның қолынан қаза болады. Ал Громов штаб пәтермен байланысуға тырысып жатыр. Осы кезде капитан Кан келіп қалады. Екі капитан бір-біріне оқ жаудырады. Екеуі бірге құлайды. Серж келіп, Канды өлтірейін деп жатқанда Громов одан да рациямен байланысқа шық деп бұйырады. Рация арқылы олармен байланысқа шығып, осы аймаққа авиа соққы жасаңыздар деп бұйырады. Олардың келісімін алғаннан кейін Серж, Громов және Кан аспанға қарайды, өздерінің өлімдерін күтіп. Өлер алдында Серж Громовқа Катя қауіпсіз жерде екенін, сонымен қатар Катя сені қатты жақсы көреді деп жеткізеді. Ал Катя болса амалсыздан жылап, ғимараттың қирап жатқанын сырттай бақылап тұр. Осыдан кейін дәрігер оның есімін әкесі Серждің құрметіне қойғанын айтады. Алайда анасы әрдайым оған бес әкесінің болғанын айтып отырған. Нина құтқарылғаннан кейін дәрігерді іздейді. Ең қызығы Нина неміс әйелі екен. Фильмнің соңында Нинаны жедел жәрдемнің алып кетіп бара жатқанын көреміз. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы